Сәлем достар, бүгінгі дәріс сіздерде бонустық дәріс болып саналады. Яғни бұл негізгі курс материалына жатпайды, тек таңда студия атынан сіздердің қапертеріңізде болсын деген мақсатта ақпаратпен таныстыру мақсатында жасалған сабақ болып табылады. Бүгінгі дәрісте сөз қозғайтын тақырыбымыз CSS өлшем бірліктері. CSS өлшем бірліктері үлкен екі топқа жіктеледі: салыстырмалы өлшем бірліктер және абсолюттік өлшем бірліктер. Негізгі құрылым бойынша өзге де типографиялық және де тағы да басқа өлшем бірліктер түрлері бар, бірақ біз сіздермен тек осы екі маңызды жіктелумен таныстырғымыз келді. Жалпы ең бірінші бөлім бұл салыстырмалы өлшем бірліктер деп аталынады. Бұндай өлшем бірліктер өзге факторға байланысты өлшенеді, және де бұндай өлшем бірліктерге пиксель, пайыз және де X өлшем бірліктері жатады. Салыстырмалы өлшем бірліктерді қалай түсінсек болады? Бұл біздің веб парақшамыздың ұзындығына, биіктігіне байланысты өзгеріп отыратын өлшем бірліктер болып табылады. Мысалы, пиксель өлшем бірлігі веб-сайттағы бір нүктеде орынды алады. Мысалы, біздің мына жердегі бір нүктеміз осы бір пиксельді құрайды деп есептелік. Егер де ауқымды түрде қарастыратын болсақ, біздің веб парақшамыз кішкентай болуы да мүмкін, үлкен болуы да мүмкін, немесе біз оны телефон бетінен көретін болсақ, ол тіпті кішкентай болуы мүмкін. Сондықтан біздің пикселіміз сәйкесінше өзгеріп отырады. Яғни бір веб парақша үшін толық расширенияда ол мынандай өлшем бірлікті алып отырса, ал телефон батырмасында ол мүлдем мындай секілді өлшем бірлікті алып отыруы мүмкін. Сондықтан пиксель өлшем бірлігі салыстырмалы өлшем бірлікке жатады. Енді біздер оны практика жүзінде көрдік. Мінекей, көптеген жағдайда біздер пиксель өлшем бірлігін қолданамыз, себебі бұл өте ыңғайлы. Келесі өлшем бірлік ол бізде пайыз болып табылады. Маңызды өлшем бірліктің бірі пайыз болып саналады. Яғни бұл веб-сайттың проценттік бөлігі. Яғни веб-сайтымызды біздер 100% бөлім деп есептейтін болсақ, біздің 1%-іміз осы веб-сайттың 100-ге бөлгендегі 1%-на тең болады. Оны практика жүзінде тексеріп көрейік. Мінекей, біздің ойдымыз 300 пиксельді құрап тұрмыз делік. Веб-сайтымыздан қараймыз. Біздің бұл контейнерімізбен жұмыс жасап жатырмыз. Неке контейнерларымыздың әрқайсының ұзындығы 300 пиксельді құрады делік. Енді осыны пайызға айналдырайық. 100% деп ойластыратын болсақ, біздің 3 контейнеріміз белгілі бір 30%-ті алып тұр деп есептелік. Сол үшін біздер жай ғана ойдызға 30% деп жазамыз. Бұл біздің жалпы бетшеміздің 30%-ын құрайды. Қазір көрсетеміз. Неке 30%. Егер де мына жерде паддингтарды есептейтін болсақ, яғни бұл әрқайсысы 30% алып тұр, және де оған паддингтарды қосқан кезде бұл 100%-тен көп орында алып тұр. Сондықтан мына үшінші бөлігіміз біздің астына түсті. Енді соны реттеу үшін біздер 25 пиксель 24 пиксель деп беріп көрейік, 24% деп беріп көрейік. Мінекей, көріп тұрғанымыздай бағанағыдай орын тапты. Енді қарастырайық. Егер де біздің веб парақшамыз толық күйде болатын болса, біздің контейнерларымыз 24%-тен әрқайсысы алып тұр. Егер де біздер жылжытатын болсақ, сәйкесінше біздің процентімізде біздің жалпы веб парақшамыздың 24%-ін алып тұр. Бірақ бұл өлшем бірлік, бұл ұзындық толық өлшем ұзындыққа қарағанда кішкентай екендігін байқаймыз. Сондықтан біздің процент, яғни пайыздық өлшем бірлігіміз салыстырмалы өлшем бірлікке жатады. Яғни егер де телефонмен қарайтын болсақ, бұл өте мүлдем ұзындығы кішкентайға айналады. Ал үлкенмен қарайтын болсақ, мысалы, белгілі бір 300 пиксельдей жерді алып тұр деп айта аламыз. Біздің келесі өлшем бірлігіміз, және де айта кетерлігі, бұл пайыз өлшем бірлігі мобильді түрде адаптивті өлшем бірлікке жатады. Себебі біздер мобильді қосымшада, мобильді адаптивность дегеніміз не? Мобильді адаптивность дегеніміз біздің ноутбугымызде бірдей ешқандай құрылымы бұзылмай веб парақшамыз көрініс табу керек. Біздің телефонымызда да веб парақшамыз бұзылмай, сол белгілі бір қалыпты сақтауы керек. Міне осы бағытта біздің пайыздық өлшем бірлігіміз қолданады. Оны алдағы уақытта үйренетін боламыз, бірақ қапертеріңізде болсын деген ақпарат.
Келесі өлшем бірлік бізде m және де x деп аталынады. m және де x өлшем бірліктері әріп өлшеміне байланысты болады. Яғни m ол әріп өлшеміне тікелей байланысты болса, x әріп өлшеміне сәйкес x биіктігі бойынша қарастырылады. Бұл екі өлшем бірлікті не үшін жирный жазумен белгілемеді деген сұрақ қоюларыңыз мүмкін. Бұларды веб парақшада қолданбайтын болғандықтан, сіздерге жай ғана таныстырумен шектелсем деп отырмын. Бірақ m өлшем бірлігі қалай жұмыс істейтіндігін көрсетейін сіздерге. Ол үшін біздер белгілі бір font size беруіміз қажет. Яғни мысалы класс батырмамызға font size 30 пиксельді берейік. Немесе көріну үшін 50 пиксельді берейік. Яғни менің класс 2 контейнерімнің ішіндегі жазулар 50 пиксельмен жазылды делік. Енді сәйкесінше менің div'імнің ұзындығы, яғни менің div контейнерімнің ұзындығы осы m өлшем бірлігімен жазып көрейік. Ол үшін, яғни оның ішіндегі әріп өлшеміне байланысты деген тұр. Оны тексеріп көрейік. Мінекей біздің веб парақшамызда 50 пиксельдік құрады жазудың өлшем бірлігі. Енді біздің контейнеріміз осыған тікелей байланысты болсын. Width 30 m дейік. Яғни ол тікелей мына жазудың өлшем бірлігіне байланысты болып табылады. Енді қарастырып көрейік. Мінекей біздің контейнеріміз өте үлкен орын алды. Енді оны Developer Tool'да ашатын болсақ, элементті табайық. Мінекей, бұл элементтің ұзындығы, мінекей 1500-де 200 жерді алып тұрғандығын байқап тұрмыз. Яғни біздің ұзындығымыз 1500-ге тең болды. Не үшін 1500 деген сұрақ қоюларыңыз мүмкін? Себебі кодты мұқият қарайық. Біздің m өлшем бірлігіміз біздің font size-ымызға тікелей байланысты болған еді. Яғни 50-ді 30-ға көбейткен кезде бізде 1500 саны шығады. Осылайша біздің m өлшем бірлігіміз жұмыс жасайды. Келесі жіктелу түрі бұл абсолюттік өлшем бірліктер болып саналады. Бұндай өлшем бірліктерге сантиметр, миллиметр, ин, яғни дюйм өлшем бірлігі жатады. Абсолюттік өлшем бірлік нақты қалыптасқан өлшем болып табылады. Яғни біздер веб парақшамызды созып, немесе үлкейтсек те бұл өлшем бірліктер өзгермейді. Өзінің қай жерде орналасқан, қандай өлшем бірлікті құрайды, тап сондай өлшем бірлікті әрбір веб парақшада қалыптастырады. Яғни бұл адаптивті түрде жасалған веб парақшаларда құрылымын бұзады. Бұндай абсолюттік веб өлшем бірліктерге көп қолданысқа ие емес. Олар тек журнал немесе кітаптық жазба жасау мөлшерінде ғана қолданылады. Ал жалпы веб-сайттарда бұл нәрселер көп қолданылмайды. Дегенмен сіздерге оны көрсетіп кетсек, ол үшін бір стилистикамызға жай ғана пиксельдің орнына сантиметр, немесе миллиметр, немесе енді бір жасаламыз. Осылайша біздер өзімізге қажетті абсолюттік өлшем бірліктерімізді аламыз. Келесі бізде осыдан бірнеше жылдар бұрын, нақты айтқан кезде 2014 жылдан бастап біздің веб парақшаларымызға жаңадан CSS өлшем бірліктері келді. Бұлар өте жаңа және де өте керемет өлшем бірліктер. Достар, енді жаңа өлшем бірліктермен жақынырақ таныс болайық. Біріншісі rime деп аталынады, екіншісі VW, үшіншісі VH, төртіншісі VMAX және де бесіншісі VMin. Rime дегеніміз root m деген мағынаны білдіреді. Яғни root m дегеніміз түбір элементтің әріптік өлшеміне байланысты өлшем бірлік болып саналады. Бұл да біздің m функционалы m өлшем бірлігі тәрізді жұмыс жасайды. Тек бұл жерде өзінің алдыңғы элементті байланысты өзінің алдыңғы элементіне байланысты әріптік өлшеміне байланысты өлшем бірлік болып саналмайды. Бұл жалпы HTML тегіне байланысты HTML элементінің ішіндегі font size-ға байланысты өлшем бірлік болып саналады. Бұның барлығын қазір практика жүзінде көрсете жатамын, бірақ теория жүзінде сіздерге осыны айта кеткенді дұрыс көрдім. Яғни алдыңғы сабақтардың бірінде мен сіздерге
HTML веб парақшасындағы ең үлкен ата-ана HTML тегі деп айтқан болатынмын. Дәл осы принципті осы сәтте қолданамыз. Біздер осы RAM өлшем бірлігін практика жүзінде тексеріп көрелік. Ол үшін біздер width параметріне осы 20 RAM деп берейік. Енді ол біздің тікелей жаңағы өлшем бірлігі секілді жұмыс жасайды, тек бұл рутқа байланысты, яғни HTML элементіне байланысты. Сол үшін біздер HTML элементімізге фонт сайзына 50 пиксель деп бердік. Яғни біздің бүкіл жазуларымыз 50 пиксельді құрайды, бірақ соған сәйкес біздің дифіміз де соған сәйкес 1500 пиксельді құрауы қажет. Қазір көрейік. Мінекей, бірінші байқағанымыз біздің бүкіл сөзіміз 50 пиксельге аударылды, және де біздің қызыл контейнеріміз осындай үлкен аумаққа ие болды. Енді оның шынымен жұмыс жасап жатырғандығын көрейік. Ол үшін біздер мына кнопканы басып, қажетті элементіміз белгілеп аламыз. Мінекей, көріп тұрғаныңыздай, класс 2 классына жататын біздің div боксымыз 1500-200 атты өлшем бірлікке ие болды. Яғни бұл руттың, яғни HTML элементтің шрифтіне байланысты соны 30 есе көбейтіп орын алып тұр. Егер де біздер сенбейсіздер, егер де бұл нәрсе жұмыс жасамайды десеңіздер, жай ғана HTML стилистикасын өзгертіп байқап көріңіздер. Бұл жерде мінекей, дәл басыңғы қалпындағыдай жұмыс жасап тұр. Яғни біздің жалпы веб парақшамыздағы шрифті қосымшаның өлшем бірлігін 30-ға көбейту нәтижесінде жұмыс жасап тұр. Егер де өлшем бірлігі болса, бұл тікелей ішіндегі жазуымен байланысты болатын еді. Ал біздің RAM функционалы, яғни өлшем бірлігі, ол тікелей HTML парақшаның ішіндегі жазуға байланысты. Енді келесі кезекте бұл бізде VW және де VH жаңа өлшем бірліктері. VW дегеніміз көрініс тапқан экран ұзындығының 100-ден 1 бөлігі болып табылады. Яғни біздің экранымыздың ұзындығы 1500 пиксельді құрайтын болса, оның 100-ден 1 бөлігі, яғни 15 пиксельді біздің бір VW-міз қамтиды. Яғни бұл жерде есте сақтау керек, біздің көрініс тауып жатырған экрандарымыздың ұзындығы әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, толық экран бойынша 1500 пиксельді құраса, телефон экраны үшін ол 400 пиксельді құрауы мүмкін. Сондықтан осыған сәйкес пайыздық өлшем бірлігі секілді бұл VW өлшем бірлігі жұмыс жасайды. Оның расшифровкасы view width, яғни көрініс ұзындығы деген мақсатта аударылады. Келесі бұл бізде VH, яғни view height деген мағынаны білдіреді. Бұл дәл сол секілді, тек көрініс тапқан экран биіктігінің 100-ден 1 бөлігі. Яғни егер біздің экранымыз 500 пиксельді құрайтын болса, оның 100-ден 1 бөлігі 1, яғни 5 пиксель біздің 1 VH-мізді құрайды. Осыны көрсету үшін біздер жай қана мысалы V деп жаза салайын сіздерге, және де оның көрінісін табайық. Мінекей біздің өлшем бірлік бойынша осылай орналасты. Мінекей біздің width'ымыз экран, көрініс тауып жатырған экранның 100-ден 1 бөлігіне айналды. Егер де бұны біздер height түрінде жазатын болсақ, сіздерге анағарақ көрінеді. Мінекей, қараңыздар. Міне, біздің жалпы height-мыздың 100-ден 1 бөлігін осы элементті height-на тең болып тұр. Несіне тең болып тұр? Width-на тең болып тұр. Яғни бұл жердің ұзындығы біздер көрініс тауып жатырған экран ұзындығының 100-ден 1 бөлігіне тең болып тұр. Егер де біздер экранның ұзындығын үлкейтетін болсақ, яғни біз мына батырманы асыла түсіретін болсақ, біздің ұзындығымыз да, мінекей бақылап тұрсыздар ғой, біздің ұзындығымыз да сәйкесінше үлкейіп жатырғандығын көреміз. Егер де біз кішірейтетін болсақ, көрініс тауып жатырған экранның биіктігінің 100-ден 1 бөлігіне біздің width'ымыз тең болғандығын, яғни ұзындығымыз тең болғандығын байқаймыз. Мінекей, ол осы қосымша бойынша жұмыс жасайды. Келесі кезекте бізде
Vmax және де Vmin өлшем бірліктері. Бұлар өте жаңа өлшем бірліктер, яғни максимум view және де минимум view деген мағынаны білдіреді. Бұлар веб-сайтта қазір көп қолданысқа ие емес, сондықтан бұл нәрсені сіздерге айтпауды жөн санадым. Егер де сіздерге қызықты болса, жай ғана Google-ға немесе басқа да іздеу орталықтарына Vmax және де Vmin өлшем бірліктері деп іздеп, сол туралы ақпарат жинасаңыздар болады. Келесі айта кетерлік тұс, бұл жаңа өлшем бірліктер жаңа болғандықтан кейбір веб-сайттарда бұлар көрініс таба бермейді. Осы қай браузерде көрініс табатынын көрсету үшін біздер Canaius сайтын қолданамыз. Яғни бұл жерге өзімізге керек элементті жазамыз. Яғни мысалы мен voyage өлшем бірлігі қай нелерде қолданғанын көргім келіп тұр. Яғни қараңыздар, VH өлшем бірлігі біздің Safari'де, Firefox'та, Internet Explorer'да және де Opera'да, Firefox for Android'да жұмыс жасамайды екен. Бұл тек Chrome секілді веб парақшаларда көрініс табады екен. Осылайша біздер кез келген өлшем бірлігімізді тексеріп, қай аймақта жұмыс жасайтындығын бақылауымызға болады. Бұл сайтты сіздер кез келген жағдайда қолдануларыңызға болады. Алдағы уақытта біздер кейбір тегтардан қалай жұмыс жасайтындығын немесе кейбір элементтердің осылай қай сайтта көрініс табатындығын білдіру үшін осы сайтты қолданатын боламыз. Мінекей достар, бүгінгі дәрісте біздер жаңа өлшем бірліктермен және CSS өлшем бірліктерімен таныстық. Бұл сабақтың тағы да айта кетемін, бонустық болғандықтан қарап өздеріңіздің ойларыңызға түйсеңіздер болады. Осылайша сіздермен қоштасамыз. Сау болыңыздар, Тандас ID-ді бақылаңыздар.